Қызылшаның құпиялары денсаулыққа пайдалы 5 әдіс. Сәлем достар. Қызылша бұл дәмді көкөніс қана емес, сонымен қатар қоректік заттардың қоймасы. Ол антиоксиданттық қасиеттерімен танымал, дәрумендер мен минералдарға бай. Дегенмен, оны дәстүрлі емес рецепттерді кеңінен қолдану туралы аз адамдар біледі. Дәстүрлі медицинаның халықтық рецепттері мен принциптеріне сүйене отырып, қызылшаны денсаулыққа күтпеген 5 әдісті қарастырайық. Қызылша компресі тері мен буындарға арналған табиғи ем ретінде танымал. Бұл әдіс ежелден бері қолданылып келеді, және оның тиімділігі көптеген адамдармен дәлелденген. Қызылша компресі тері ауруларына, буын ауруларына және басқа да денсаулық мәселелеріне қарсы қолданылады. Қызылша көптеген денсаулық мәселелерін шешуге көмектесетін бірегей көкөніс. Алайда, халықтық рецепттер дәрігермен кеңесуді алмастырмайтынын есте ұстаған жөн. Кез келген дәстүрлі емес емдеу әдістерін қолданар алдында, әсіресе созылмалы аурулар кезінде, медициналық маманмен кеңесуді ұмытпаңыз. Ақылға қонымды мөлшерде және дұрыс тамақтанумен бірге тұтынылатын қызылша сіздің денсаулығыңызға пайдалы болуы мүмкін. Әжелеріміз қызылшаны жараға, исікке қарсы қолданған. Қызылша компресі жараларды емдеуге және исіктерді азайтуға көмектеседі. Қызылша қабыну процестерімен күресетін антиоксиданттарға бай. Қызылша шырыны ісіну мен ауырсынуды жеңілдететін салқындатқыш әсерге ие. Қызылшадағы бетаин қабынуды басып, теріні жақсартады. Қызылша құрамында бетаин бар, ол қабынуды басып, терінің саулығын жақсартады. Бетаин терінің қабынуын азайтып, оны тыныштандырады. Компресс жасау үшін қызылшаны ұсақ үккіштен өткізіңіз, алынған массаны дәкемен немесе стерилді шүберекпен орап, терінің немесе буынның проблемалы аймағына жағыңыз. Компрессті 15-20 минут ұстаңыз. Сіз басқа компресстермен ауыса аласыз. Әсерді күшейту үшін кейбір рецепттерде қызылша шырынын балмен араластыруға кеңес беріледі. Ұсақталған қызылша косметикалық бет маскаларында қолданылады. Қызылшадағы антиоксиданттар теріні нығайтуға, қартаюды бәсеңдетуге және безеулермен күресуге көмектеседі. Есте сақтаңыз. Қызылша маскасына терінің реакциясын тексеріңіз. Бұл рецепт бәріне бірдей сәйкес келмеуі мүмкін. Шынында да, қызылша құрамында гемоглобин өндіруге қажетті темір бар. Ол организмде оттегін тасымалдайды. Темірдің жетіспеушілігі анемияға әкелуі мүмкін. Қызылшаны темірдің басқа көздерімен және С дәруменімен бірге жеу, темірдің сіңуін жақсартады, тапшылықты толтыруға және анемия белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Қызылшада қанықтылық сезімін тудыратын талшық бар. Қызылшадағы судың көп мөлшері де маңызды рөл атқарады. Бұл тәбетті бақылауға және калория тұтынуды шектеуге көмектеседі. Сонымен қатар, қызылша төмен калориялы өнім. Ас үйдегі ашылымдар, қызылша қосылған тағамдар. Қызылша бұл тек салаттарға арналған ингредиент емес. Оның дәмі мен түсі көптеген тағамдарға ерекше әсер береді. Бүгін біз сіздерге қызылшаны әртүрлі тағамдарға қалай қосуға болатынын көрсетеміз. Қызылшаны тек салатқа емес, басқа тағамдарға да қосуға болады. Мысалы, қызылша қосылған сорпа немесе пюре. Қызылша сорпасы бұл дәстүрлі тағам, бірақ оны жаңа тәсілдермен дайындауға болады. Қызылша пюресі бұл балаларға да, ересектерге де ұнайтын тағам. Қызылша смузи таңғы асқа немесе түскі асқа керемет. Қызылша смузи тек дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Оны дайындау үшін қызылшаны банан, киви, шпинатпен араластырыңыз. Бұл смузи сізге энергия береді және күні бойы сергек болуға көмектеседі. Қызылшаны банан, киви, шпинатпен араластырыңыз. Бұл комбинация сізге қажетті витаминдер мен минералдарды береді. Қызылша смузи бұл денсаулыққа пайдалы және дәмді таңғы ас. Қызылша котлеттері еттің орнына дәмді және пайдалы. Қызылша котлеттері вегетариандықтар үшін тамаша таңдау. Оларды дайындау үшін қызылшаны картофес пиязбен қайнатып езіп котлет жасаңыз. Бұл котлеттерді грилде немесе табада қуыруға болады. Қызылшаны картоп, сәбіз пиязбен қайнатып езіп котлет жасаңыз. Бұл котлеттерді грилде немесе табада қуыруға болады. Қызылша котлеттері бұл дәмді және пайдалы тағам, оны бүкіл отбасыңызға ұсынуға болады. Қызылша торты ерекше десерт. Қызылша тортының дәмі мен түсі ерекше. Оны дайындау үшін қызылшаны ұн, қант, жұмыртқа және маймен араластырыңыз. Қызылша торты бұл мерекелік дастарханға тамаша қосымша.
Қызылша оған әдемі түс береді. Қызылша тортының түсі өте жарқын және әдемі. Бұл тортты кез келген мереге немесе арнайы жағдайға дайындауға болады. Қызылша торты. Бұл дәмді және ерекше десерт. Қиялдап, қызылшаны әртүрлі тағамдарға қосып көріңіз. Қызылша бұл өте әмбебап ингредиент. Оны көптеген тағамдарға қосуға болады. Қызылшаны сорпаға, пюре, смузи, котлет және тортқа қосып көріңіз. Қызылша тағамдарыңызға ерекше дәм мен түс береді. Ас болсын. Әжелердің рецептері. Халық еміндегі қызылша. Біздің әжелеріміздің даналығы мен тәжірибесі ғасырлар бойы сақталып келеді. Олар бізге көптеген пайдалы кеңестер мен емдік рецепттер қалдырды. Солардың бірі – қызылша. Қызылша халық емінде кең қолданылады. Бұл көкөніс өзінің емдік қасиеттерімен танымал. Әжелеріміз қызылшаны әртүрлі ауруларға қарсы қолданған. Оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Әжелеріміз оны көп ауруға қарсы қолданған. Қызылша шырыны анемияға көмектеседі. Қызылша шырыны қан аздыққа қарсы тиімді құрал болып табылады. Оның құрамындағы темір қанның құрамын жақсартады. Қызылшада темір көп, ол қанға пайдалы. Темірдің көп болуы қызылшаны қан аздыққа қарсы тиімді етеді. Сонымен қатар, қызылшада басқа да пайдалы элементтер бар. Жарты стакан қызылша шырынын ішіңіз. Күн сайын жарты стакан қызылша шырынын ішу денсаулыққа пайдалы. Бұл сіздің ағзаңызды қажетті дәрумендермен және минералдармен қамтамасыз етеді. Қызылша ас қорытуға да жақсы. Қызылша ас қорыту жүйесін жақсартады. Оның құрамындағы талшықтар ас қорыту процесін жеңілдетеді және ішек жұмысын реттейді. Қызылшада талшық көп, ішекке пайдалы. Талшықтың көп болуы ішек жұмысын жақсартады және ас қорыту процесін жеңілдетеді. Қызылша ішек денсаулығын сақтауға көмектеседі. Қызылшаны салатқа қосыңыз немесе шырынын ішіңіз. Қан қысымын да түсіреді. Қызылшаны салатқа қосу немесе шырынын ішу қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Бұл көкөніс жүрек қан тамыр жүйесіне де пайдалы. Әжелеріміздің рецепттері бізге денсаулықты сақтауға көмектеседі. Қуат көзі – қызылша шырыны. Қызылша шырыны күнделікті ішуге керемет. Витаминдерге, минералдарға бай. Иммунитетті көтеріп, қан қысымын реттейді, энергия береді. Таңертең ашқарынға ішу пайдалы. Күні бойы сергек жүресіз. Жаттығудан кейінде ішіңіз. Шаршағанды басады. Дәмін жақсарту үшін сәбіз, алма немесе лимон шырынын қосыңыз. Қызылша шырынын ішіп, денсаулығыңызды күтіңіз. Шипалы жапырақтар, қызылша жапырақтары. Қызылшаның тек тамыры емес, жапырақтары да пайдалы. С витаминдеріне, темір, кальций, калийге бай. Салатқа сорпаға қосыңыз. Шпинат сияқты дайындаңыз. Буға пісіріңіз, қуырыңыз немесе бұқтырыңыз. Сақтау үшін жуып, кептіріп, тоңазытқышқа салыңыз. Қызылша жапырақтарын жеп, денсаулығыңызды нығайтыңыз. Міне, достар, қызылшаның пайдасын білдік. Бұл қарапайым көкөніс денсаулыққа өте пайдалы. Қызылшаны күнделікті жеп, деніңіз сау болсын. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнаға жазылыңыздар.